Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге жаппасайдың рецептісін ұсынатын боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Тағамымыздың ең алдымен қамырын илеп қоямыз. Бізге ол үшін ұнымыздың үстіне бір жұмыртқа, тұз және суымызды қосып, жақсылап жұмсақ қамыр илейміз. Қамыры мантыға арналған қамыр сияқты болу керек. Енді осыны 10-15 минутқа тындырып қоямыз. Енді салмасын дайындайтын боламыз. Бізге оған керегі сәбіз, пияз, қызанақ, картоп және ет. Алдымен етімізді қызып тұрған майға жақсылап қуырамыз. Мен етке соя соусын қостым. Қалауларыңызға қарай қоспай қойсаңыздар да болады. Етіміз жақсылап қуырылғаннан кейін үстіне пиязымызды, сәбізімізді, қызанағымызды салып, жақсылап араластырып, 4-5 минутқа бетін жауып қоятын боламыз. Ең соңынан картопымызды, тұз, бұрыш және бір ас қасық томат пастасын саламыз. Видеода көргендеріңіздей суы картоптан сәл ғана асып тұруы қажет. Одан көп құюға болмайды. Бетін жауып, орташа отта 10-15 минутқа қалдырамыз. Енді қамырды жаятын боламыз. Негізі жұп-жұқа қылдырып жайған дұрыс. Сол кезде дәмдірек болады. Қамырымызды жұқа қылдырып жайып алдық. Енді осының үстіне сұйық майымызды құйып, толықтай барлық жеріне жағып шығатын боламыз. Енді видеодағыдай барлығын 4 пошты етіп кесіп шығамыз. Барлығын осылай 4 пошты етіп кесіп алдық. Енді осыны қайнаған салмамыздың үстіне қамырымыздың бәрін 2-3 талдан жайып, бәрін салып шығамыз. Барлығын салып болғаннан кейін орташа отта 20-25 минут пісіреміз. Біздің тағамымыз пісті, дайын болды. Енді осыны тарелкаға жан-жағына ең алдымен қамырын қойып шығамыз. Одан кейін ортасына салмасын саламыз. Барлықтарыңызға жасауға кеңес етемін. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Ас болсын.